Ассаламу алейкум, урматтуу Муз-ТВ биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 6 октябрь 2019 жыл Ош областына караштуу Нокат районунун Борбордук мал базарында жүрөбүз. Бүгүн жылкылардын түшүшүн караңыздар. Жакшы көп жылкылар түшүптүр. Азыр ушуларды чекеден сиздерге сурап көргөзүп бермекчибиз. Андыктан биздин канал менен чогуу болуп, жылкылардын бааларын билиңиздер. Биринчи жылкылардын баалары көргөзүлөт. Андан кийинки видео бодомал жандыктар. Анда кеттик достор, биз менен чогуу болуңуздар. Мына ушул жерде мына кара тор аттын ат жанына адамдарды топтоп алыптыр. Ушуну барып тартып көрөлү. Мынакей достор, бул аттын жанына келип сурасак, аттын жашы 8 жаш же 9 жаш деп атыптыр. Ээси баасы 250 000 сомдук, мындай сынды көрктүү жакшы ат экен. Азыр бастырганда басын көрөлү сиздер менен чогуу. Бою 1.70 жакындап калат примерно. Мына достор, бул аттын улагы гарантия экен. 100% гарантия деп бул жерде спор да болуп атат. Бул аттын соодасы жүргүчөктү биз башка жактагы аттарды дагы тартып көргөзө берели. Ушул жерде мына көк полторашкабы же кунамбы ушул соода болуп атат. Ушул өзү мына негизги баасы 90 000 сом деп айтыптыр, бирок бул жерде соода болуп атат. Bir taydın üstünde 10 000 koşup berem деген сөздөр чыгып атат достор. Кандай тай экени белгисиз, бирок мынакей достор, мынакей бул кунан экен. Баасы 120 000 сом деп атыптыр. Ээси айткан. Аябай сыны дагы жакшы экен. Азыр мына жерден тартып көргөзөйүн, бийиктиги дагы аябай бийик кунан экен. Бунун породасы кандай? Бишкектен келген ба? Бишкектен келген кунан экен, породасы. Бишкектен келген тайлардын породасы кандай болот достор? Ошол боюнча дагы көп спорлор болуп келет. Бишкектен порода жок деп жазылыш айтышат. Ошо Бишкектин тайлары негизинен кандай породадагы тайлар баары ушундай окшош. Азыр бул кунандын ээсинин номерин алып берип коеюн. Номерин айтып коюң. 0559 менен 65 45 00. Эгерде кимге чаккан болсо, ушул номерге кайрылып кунанды алып кетсеңиздер болот. Нокатта болот да? Нокатта болот экен.
Мынакей мына теміркөк жуын. Бұлан екен басы 140 мың сом. Породасы қандай бұн? Орловский чалыш ба? Породасы болса Орловский чалыш деп айтады иесі. Азыр бұл қонандындағы номерін алып берейін. 140 мың сом кемі бар деп бір. Кімге жаққан болса номерге чалып алып кетсеңіздер болады. Тұрушы дағы өзгөчө. Азыр номерін айтайын. 0772 мені? 91 8318. Бұл ноқаттан да? Бұл номерге чалып, бұл қонандың есі дағы ноқатта екен. Андықтан чалыңыздар достар. Номерін алып бер дегендер үшін бүгін көбінің номерін алып берген әрекет қылайын мен дағы. Мына қонандарды да сіздерге тартып көргізіп қойын достар. Мына қара қонан 120 мың сом екен. Арқысы ақжал 150 мың сом екен достар. Бүгін ноқаттың базарына жалаң ғана шындай сынды көрікті порода қонандар түшіп тұр. Мынакей ушу сода болдат екен. 68 мың сом дейді. Жоқ, бұлар емес, мынау минеп тұрған жылқы сода болдат екен. Азырқы жылқыны алысқа қойып қойып, нарықта сода болдат 68 мың сом беріп отат екен. Бұл байланып тұрған бұл атты 100 мың сомда отады екен. Жашы бойынша құнан. Жерді құнан. Азыр қызығы көріп отшат. Мына ушул сіздер көріп тұрған жылқы 53 мың сом пул беріп отады. Өзі жана айттылы, бұл жылқының басы 70 мың сом деп. Азыр жашын сұрап береміз, қанша екен. Азыр сода жүріп өрсін 53 мың сом беріп отады. Бүгін базарда күндегіден адамдар дағы көп, жылқылар дағы көп. Мына жерде bir аттың содасы қызып отады, шында тартып көргізіп қойып болады. Bazar götürüşünce baklasın. Ушул менен кетип аткан Кашка сода болду экен 49 мың сомго. Var. 49.500 сомго чыкты. Мынакей достор чаканат экен. Bunun жашы кандай? 3 жаш па? Унан экен да? Жок, бышты экен, а? Канчада отасың? 6. Жок, басы канча? Атаң біле? 6-да окуйм дейт өзү.
Мынакей достар, мына қараңыздар, мына қара шым қара түсте ат екен. Жашы 6 жаш дейді. Бағасы 200 мың сом. Siz ortaga düşmadınız. Мынакей қара аттың арқасынан көрінуші достар. Азыр ушунун номерин алып берейин, аракет кылалы. Жакшы ат экен. Аяктын аты? Жапалат го. Номериңди айтып койсуңар. 770 39 20 20 экен достор. Ушул номер боюнча чаласыздар. Бул жакта дагы бир аттын содасы кызып атат. Мынакей бул ат Кашка, жерде Кашка 150 мың кеми бар дейт. Улагы бар деп бул жакка сөздөр угулуп атат. Азыр атты бул жакка бастырганда аттын толук түзүлүшүн көрөбүз. Бул ат содолуп аткан аттын 63 мың сомго чыгарыптыр баасын. Аравандан келген ат екен. Kança verin, ayıtmayın. Geri verin dedim bu. Aşk bese kayıt verin size. Ne bakın? Soda жакшы жер атат, ашып кетсе кайтып берем, бере бериң деп атат. Канча берсеңиз дагы. Geri verin. Yok, bu da başka. Birinci bası 63 мың сом болгон экен, ага бербептир. Эми 62 мың сом кылып атат. Мынакей жанагы 150 мың сомдук улагы бар деген ат. Азыр жашын сурайбыз, жашы канча экен. Бирок аябай моюндары чыккан, келишкен, сынды ат экен. Эгер путту болу таза эле болсо. Мына достор, мына 5 кашка. Ушул 5 кашканы азыр тартып берели. Баасын сурайлы, жашын сурайлы. Мынакей достор, 5 жашар экен, 150 мың сом кеми бар дейт. Мына ауа меніп жүрген аттағы жақсы ат екен. Ау, атты қанша деп отасыз? Қанша деп отасыз? Атты қанша деп отасыз? Атты қанша ат? At kança? At abi 150 kemi var da. Жашы қандай жашы? 3,5 yaşar. 3,5 жашар ба? Kesin tek şey. 150 мың сом кеми бар екен. 3,5 жашар екен мынакей қараңыздар. Қойқыңдаған сынды күшті аттай көрініп тұрады. 3,5 жашар болгондо ошондо жаңасы болоюн деп алыптыр. Азыр бышты. Мынакей аксакалдын чабып жүргөнүн көрдүңүздөр. Шамдагай ат үстүндө жакшы ойногон аксакал экен. Нары бери чапалап көрүп атат бул атты. 150 мың сомдок атты.
Koy verilgende rast hareketi olacak. 자. Мынакей достор, соданың қызы ушул жері болып атыптыр. Аз қарасақ, ушул 3 жаштағы көк бушты 62 мың сомға сода болып атат бұл жақта. Азыр ушул сатылабы біз содан жүрүшүндө сиздер менен чогуу көрүп туралы 62 мың сом берип атат. Темир көк кыйла тердеп калыптыр болот. Мынакей жанагы көк атты 62 мың сом көтөргөн жок, бирок дагы кызы минип көрүп атышат, жашат экен. Өзү өспүрүм аттарды тарбияласаң жакшы өзү негизинен. Мынакей ушул 5 жаштагы ат 150 мың сом кеми бар деп айтып атыптыр. Ketdi mına gele. Ne oldu? Bugün yedim mi abi? Жашы қанша жашы? 2 жашар ба? Мынакей 2 жашар деген басы 120 кунамды. Мингич кунам екен қараңыздар. 120 мың сом. Жазға 8 болады. Жазға 8 жаш ба? 7 да. Мына жазға 7-8 екен, басы 100 мың сом. Улаққа чабалауы? Улақтың аты да? Мына улақтың аты екен, жазға 8 жаш 100 мың сом. Мына ертеменен тартқан, биринчи тартқан аттың иесі өзі азыр минип турат, 150 мың сомға бербей қойған ат. Азыр егерде номерин берсе ушул аттың иесinin номерин алайын. Номерин қанша айтып қойдың? 707 мен. 707 93 66 66. 93 66 66. Аз бардың уже. Қаяқтың аты? Мусту каналы бұл. Аравандық қой. Улаққа гарантиясы бар, а? 100%. Жана биринчи тартып өткөн ат, достор, ушул номерге чалып, кайрылып көрсөңүздөр болот. Аттың ойноп жүргөнү карасаңыздар, өтө күчтүү, сынды да жакшы ат экен. Бирок жакшы чабат экен Саксакал. Улак чабып жүргөнсүзбү? Улак чабып жүргөнсүзбү?
Ben 15'imde çağıp 25'imde toktatmam. 25'te mi? Niye toktatmayınız? Gösterip kötü ölüp keterdi bana ne geçeyim çıkıp Yemeği tatmadınız ha. falan giyin. Aksakallar kalmadı canından tokadı pütüpsün. Ötürü de mesleğet bilifat kötü ısıtıp çapadı öyle çapayım. Aa, ayaktan mı olursunuz? Kırız atar. Kırgızatadan mı? Terbeksiz kavşa. Yetmesi adam mı yok? Qanchaga suradi? Attı. Sırağa yok. Suravadı. Kaçadı gelip bahsine işte böyle dım ele olmaz bakalım. Emi suraydı, emi qizib bası. Kemi var yapmayam dım. Mana janagı avany atdı, çabuk geleyim dep. Vay gayratlı oqsaqal ekan. Kaçaga? 18 canım. Attағы бұл ауаға өзіне жер ашыпты екен. Қараңыздар достар, аябай қайратты. Бұл ауаның өмірін берсін. Varsa adam sınıf basana varsa adam sınıf basana. Çıkmadı artık çağır atmamışsa söyleşkere gelmez. Söyleşti bir söyleşti. Yaşı ne var? Ha, Yaşı ne var? bak. Yaşı. Yaşı üçlerim yaşar. Buna uva, yemeğim. Sizlikte sıra var. Yaman sıra. Hoş, üçlerim yaşar. Bulutu. Bunu 150 gazetelisi, kâmı var. Kança kam var? Kaça kâmı demek? Bu arasta bu arasta demek. Biz onu, ben İsrail'de değerinde kuyruğunu atlayacak da. Çamak var, atçı var, boyu var, fırsatı var. Ona boyuyla gelir, niyetine sürü getirler, tosaz var. Boşa üç berekete var. Мына тақсырдың көк атындағы тартып қойылы қанша деп отыр екен. Тақсыр қанша деп отырсыз? 120 жашы қандай? 6 жашта ба? Қаяқтың аты? Үшқорған. Улағы бар жоқ па? Улағы бар, а? Гарантия. Мына Үшқорғанның аты екен. Азыр бұл тақсырдың номерін сұрап берді. Номеріңізді айтып қойсыз ба? 776 менен 75 05 27 номеріне қайрылып достар. Ушул Үшқорғандың атын иесіне çalып сұрасаңыздар болады. Улағы гарантия дейді. Гарантия? Бағасын айтты, жашын айтты, улағына гарантиясын айтты достар. Анықтан шалыңыздар. Үшқорғандың аты екен. Атты қанша деп отырсыңдар? 80 мың ба? Жашы қандай? 6-7? 80 мың сом кемі бар. 6-7 жаштағы аты екен. Мынаке достар, мына жерде бір жақсы аттағы түсіп тұр. Азыр ушул аттың жашын басындағы сұрап берейін, қанша деп отқанын. Мынаке торы. Мынаке бұл көк атты азыр аз-маз чаптырып сіздерге көргөзөлү. Өнөрүн көрүңүздөр достар. Өнөрү кандай өнөрлөрү бар, болбосо чалып. Мынаке чаңытып жүргөн көк атты. Башка мамлекеттен ала турган болсоңуздар, Үшқорған, мисалы үчүн Өзбекстанга жакын, границага дагы жакын. Өткөрүп берүү мүмкүнчүлүктөрү дагы толук болуш керек. Андыктан чабасыздар достор. Үшқоргондун өл агыш айылы, Үшқоргондун өл агыш айылынан экен достор. Андыктан чалыңыздар.
Мына ақсақалдағы бұл жерде елдер барын топтап қызды да оқшайды. Аз тарталычы не болып атат екен. Сіздермен чоғыл көреміз. Ауаның атын меніп көріп атат. Бұл ауа бүгін аты да хит болды, өзі дағы хит болды, достар. Аттың басы қанша екен? 110 ба? Жашы қандай? 5 жаш. Олаққа чауылау? Олаққа чауылау екен 110 мың сом, жашы 5 жашта. Senin kömürünü nasıl kavalmadık? Gel ha oladat. Anca çoğultayın aytın. Hadi çoğultayın. Aytın aytın. 75 berdi. Berbeyden. Ha, berbeyden. Havam atına 75 мың сом berdi. Мына ушул беге бейлер тартып баштайлы, достор. Ушул беге 38 мың сом беріп атышат. Негедир арзан. Себеби некен белгисиз. Же бе бүгүнкү базарда арзан болот да, ошону да азыр бир тактап билели бейлердин, башка бейлер канча болот атат экен. Мына кулунуу бе баасы 100 мың сом экен, кеми бар. Бул жакта да бир бейнин баасын чечишип атышат. Бул бе биринчи тууш экен. Adam vurup etti öyle. Adam vurup etti. Бұл жерде жоқ нәрсеге болду деген, бұл жерге мал базарға алып чыгышпайлы, башка жердеги малды соода кылып өтүшүптүр. Таладагы байталды соода кылыштыр, достор. Мына бейни канча деп атасыз? 130 му? Жашы кандай экен? 4 жашар. Туган эмес ба ошондо? Туган эмес ба? Бооз бу? Породасы кандай? Россиядан алып келген. Россиядан. Номериңизди айтып койсузбу экен? Номерим өзүнөн жакшы билбейм, өзү кече келдим. Кече келдиңизби? Российский породадагы бооз бей экен. Россиядан келген. Иши баласы бар. Жок, баласы эми. Эми туйт да. 0557 05 33 39 номерине кайрылат экенсиздер. Тайды канча сурап атасыз? Канча сурап атасыз? 70 пе? Жашы кандай бунун? Полторашка. Породасы чаке? Бишкек. Мына 70 мың сом деп атат экен. Бишкекский. Бишкектен келген тайлар полторашка. Мынакей бул да полторашка окшойт. Канча сурап атасыз? Канча сурап атасыз? 120. Мынакей 120 мың сом сурап атат экен бул тайга. Суроолор боюнча кичине тойдун тайларында коелу. Тайга канча сурап атасыз? 25. 25тен бе? Эркек бургачу? Эркек.
Qancha yaşta bular hozir? 5 ay. 5 aylıklar mı? Nega 25 dan bo'ladi ekan, erkeklar 5 aylık taylar. Toy taylari. Erkek bo'lsa taylar. Erkek. Erkeklar qanchadan so'rab o'tasizlar? 25-26 mingdan bo'ladi ekan bunaqa do'stlar, qarangizlar. Toydun taylari qancha bo'ladi deb bizden kommentariyaga yozgan Mustuvi kanalının görmanları, görüşçülerini nega dostlar 25 mingdan bugungi No'xatdin bozorida shunday bağlar bo'ldi ekan taylar bo'yicha. Hozir mana dag'i taylarni so'rayli. Taylarning erkek burg'achi? Taylar erkek burg'achi? Taylar. Burg'achi. Qanchadan o'tasin? 25 dan. 25 dan ha? Nega bu urg'achi taylar ekan, bulardagi erkek urg'achi burada aralashgan 25 ming so'mdan kemi bor deydi. Bular qancha oylik? Былтырqida. O'shanda 6-7 oylik taylar ekan bu. Mana qara tay 22 ming so'm ekan. Dostlar, buna o'tganki жаңа No'xatda tartilgan qulun bo'yicha, kichkina qulun 32 ming so'mga berib yotgan qulun bo'yicha so'raganlar uchun nomerini aytib berib qo'ying. 0770 76 ha? 76 men 32 71 nomerini qayriladi ekansiz, o'sha qulunning esi o'shol jigit bo'ladi. Bugungi No'xatdin mal bozoridan bir eshak chiqibdir. Buna aka 4 mingdan 3 mingga tushdik deydi, urg'achi eshak ekan. Kommentariy jana WhatsAppga yozganlar ko'pinchasi qashir bo'lsa nomerlerini tashlab qo'ysin deganlar aybay ko'p bo'ladi. Qachirib borlar, qachirib. Eğer bo'lsa nomerni kommentariyaga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Qachiriz deganlar aybay ko'p bo'ladi do'stlar. Ушул бука 40 ming so'm bo'libdir. Bugungi No'xatdin bozorida aябай cho'ng bir biye sotıldı deb bu yerda so'z qilib qo'lini men ekan, biz ko'rmay qolibmiz tilakka qarshi. 120 ming so'mga sotilib ketibdir. Hurmatli bizning Mustuvi kanalımızın katlanuvchilari, bugungi жылқы bozorida sizlarga tartib berib жатабыз. Жана соңуна келип чыктык. Эгерде сизде жарнамалар болсо, жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк биздин каналга чалыңыздар 0550 91 31 30. Бүгүнкү көргөзүүнүн соңуна чыгарабыз. Эгерде жаккан болсо класс басыңыз, бул видео менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз достор. Саламатта калыңыздар. Эртеңки өзгөн мал базарына эмнелерди тартабыз. Алар боюнча дагы жазып кетсеңиздер болот. Varning tomağa gelen bir geçse çay içip gidersin. 51 bin var. Al dışı bir yere geliyor. Bana vereceğim nereye canım. Yok koş. Var. Varın bereketi gidelim. Koysanız sen de. Ma yürekten razı olsak dedim. Olsa bereken kayıtla şarem oynayıp koyuyor. Vay inanayken buna pul veriş gerek yok. Veremiyor mu? Pul veriş gerek mi? Var bereket. Var bereket. Veremez dedi. Orta demde çay içip gittiler dedim min so'm qani. 50 ming. Taza jengem aldı qaparım var. Oldu berelmeyin. Qanday diqansiz? Var bereket aytchi. Yo bir şey emas. 10 tiyin qo'shilmaydi. Qo'y ekan. Qo'y ekan endi men bu. Hammasidan 2 berdim men. Bor bereket. Var razı olsan aldım.